Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі тойымды пигоди дайындайтын боламыз. Алдағы уақытта менің рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Ал пигодиға қажетті заттардың құрамын описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Алдымен пигодидің қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ұнды міндетті түрде електен өткізіп аламыз және үстінен жылы су құямыз. 1 шай қасық толы ашытқымызды және 1 шай қасық тұз саламыз. Барлығын жақсылап бір араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр кішкене қолға жабысып тұруы мүмкін, бірақ ол ештеңе етпейді. Қамырды илегеннен кейін бетін пакетпен жауып, шамамен 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамыр көтерілгенше пигодидің салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін капустаны осылай турап аламыз және үстіне 1 шай қасықтай тұз қосып, қолымызбен жақсылап баса отырып араластырамыз. Капуста басылып, көлемі кішірейгеннен кейін үстіне тартылған етті саламыз және аз ғана қойдың майын қоссаңыздар болады, немесе қаламасаңыздар қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Және пиязымызды осылай майдалап турап алып, үстінен саламыз. 2-3 тісше сарымсақты үкіштен өткізіп саламыз. Және 1 шай қасық толы тұз саламыз. Жарты шай қасық кориандр және кішкене қара бұрыш себеміз. Үстінен аз ғана сұйық май құямыз, жақсылап араластырамыз. Осымен салмамыз дайын. Шамамен 1-1,5 сағат өткеннен кейін қамырымыз көлемі үлкейіп, осылай көтеріліп тұрады. Қамырды қолымызбен бір илеп жібереміз және оны қазір пигодиді түйуге дайындайтын боламыз. Дастарханға молырақ етіп ұн себелейміз және қамырымызды қолымызбен 1-2 илейміз. Өзімізге қажетті көлемде қамырды бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз, немесе таразымен өлшеп бөлсеңіз де болады. Бөліп алған қамырларымызды осылай дөңгелетіп, араларын ашықтау етіп қоямыз. Қамырымыз кеуіп қалмас үшін бетін жабамыз және шетінен бір-бірден ала отырып жаямыз. Қамырды қатты жұқа етіп жібермейміз, көріп тұрғандарыңыздай орташа қалыңдықта жаямыз. Үстінен дайындап алған салмамызды молырақ етіп саламыз. Қамырдың шетін осылай баса отыра әдемілеп түйіп шығамыз. Түсініктірек болу үшін түйу барысын тағы да бірнеше рет қайталап көрсетемін. Пигодиларымыздың барлығын осылай әдемілеп түйіп дайындап алдық. Ал енді мантываркамызды жақсылап майлаймыз. Пигодиларымыздың арасын ашық-ашық етіп қойып шығамыз. Өйткені қазір пісу барысында көлемі ұлғайып, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Мінекей пигодиларымыздың барлығын формамызға салдық. Енді қазір беттерін майлап шығамыз. Бетін жауып 40-45 минут пісіреміз. Пигодиларымыз дайын болып пісіп шықты. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін.
Алдағы уақытта менің рецепттерімді жоғалтып алмас үшін каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Нұрзина.